жұмыс істе. Ақшасы барлар ғана аруаққа жағып, Құдайға жағып, ақшасы жоқтар жақпай ма не? Неге сенен бір ауыз күлімсіре түсінем, ақшаң болмай жатыр. Енді адамдығың бар ғой сенің. Ақшаң жоқ болса, достығың бір құрсақтан шыққандығың жүрмей ме не? Мен барамаймын өйткені ақша жоқ. Олар да ақымақ. Сен ақша жоқ болса, келе бер, ақшаң керегі не? Сен түсті, даже ақша тұрмақ. Сенен қыздың аузынан ақша шығартқызбау керек. Кел деп бәрің бірлесу керек. Сөйтіп бөлініп алып, өзінше бауырдан бөлініп оқытқан Құран қабыл болады дейсіздер ме? Ағайыннан бөлініп оқытқан Құран қабыл болады деп ойлай ма? Ағайынның үстіне от салып, содан кейін барып Құран оқытып, Құдайға аруаққа жаққан өтеді деп ойлай ма? Жоқ, сен бар. Ақша болмаса жақтырмайды, дұрыс қой, бірақ баруға болады ғой. Жақтыру үшін саған иіліп сәлем беру керек па не? Бар, есік алдын сыпырып бер, стол дайында, ыдыс-аяқ жуып бер. Не, олай істеуге болмай ма не? Жоқ, саған не, тек қана рахмет айту керек па бәрі? Міндет иіліп деу керек па не, ақшаң болу үшін, хан сұлтан сияқты? Барып еңбегіңменен өтуге болмай ма не? Барып құшақта, бауырым деп құшақтасаң есе, итер жібере ме не біреу? Міне осыдан өзіңді тартқаннан кетеді арт. Бар, баласын құшақта, баласы жылап жатса, келінің жеңгеңді көтеріп тұр. Мысалы, сол үйдегі ағаңның әйелдері дайындап жатыр, келіндер, жеңгелерің, келіндерің. Соның балаларын көтеріс. Не істейін деп сұраса ең болмаса, бір жәрдем берейін деп. Егер сені келме, ақша бермедің сен, кет жоғал десе, онда кетесің енді. Өзіңнен өзің тон пішіп жатсың, жатып алып неқта. Ақшам жоқ мені қой. Бар. Пәре бермей, бара бер, бар. Неге қашасың сен? Значит, сенде проблема бар. Ағыну бар сенде. Жоқ. Бар аруаққа, сауап сол бол. Мамамның сіңілері, мамамды маған кездескен сайын жамандай береді. Кездескім келмейді. Маманы маған жамандай береді дедім. Сол дұрыс па? Жамандай бересіз дедім. Сол дұрыс па? Дұрыс. Жамандама мен анамды де. Ешкімге жамандатқызба. Мамаң алкаш болса да жамандама мен мамамды. Сол маған өмір сыйлаған де. Мамам алкаш де, мамам жүргіш де. Бірақ ол өзі жауап береді. Мен мамамды маған жамандамаңыз де. Менің маған өмір сыйлаған, әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Несіне үндемей тұрасың? Сондай кезде қағып тыста, айтатын кезде айту керек. Жәнін шығарып тұрып айту керек. Бірақ ұрсып кетпе, енді айтқан осы екен деп жағаласып. Мен мамам жамандамаңыз де маған. Маған өмір сыйлаған де. Мамам менің жезөкше болса да мен оны төбеме көтерем, ол менің мамам де. Мамамның қандайсы болса да менің анам ол менің де. Мен оған сөйлей алмаймын де. Маған жамандамаңыз амам де. Бұл анамды де болды, сонымен бітеді мәселе. Өзіңді арбиып отыра бересің тыңдап. Қағатын кезде қағып тастау керек, айтатын кезде айтып тастау керек болды. Мысалы, маған келіп ешкім өсек айтпайды. Неге? Мен білет, мен өсек тыңдамаймын, өсек айтпаймын. Соны бәрі білет, болды, екінші маған айтпайды ешкім. Араласпаса араласпай қойсын. Зато жақсы. Сразу келісіп аламын, мен өсек тыңдамаймын, өсек айтпа маған деймін. Болды, мен басқа шаруаң бар ма айт деймін, тыңдаймын. Бірақ өсек мен ешкім жамандамаймын. Болды, маған келе жауап. Мәселе сол. Қайтыс болған кісінің үйіне барып, ақша, күріш басып берсем болады ма? Ол менің жұмысым ғой, дейді. Неге болмайды? Күріш басалап, сенің күрішіңді менсінбеуім мүмкін. Сен күріш басам деме. Мен не түсіндіріп жатырмын, сен не түсініп жатсың, қызым-ау? Сен күрішіңнің шықпай қалуы мүмкін. Ақшасы жоқ адамның күрішінде дәмсіз болады. Ақшасы бар адамның күрішінің өзі шикі болса да дәмді болады. Сен одан сен сұра, ауыз не үшін? Мен күріш басам демесе, өздерінен сұрасашы. Мен қандай жәрдем берейін дейді. Саған айтады, отын жар дейді. Барып жара бер. Мен палаушымын, мен отын жармаймын деме. Мен палау жақсы жейтін едім деп ағайынның ішіндегісін айтып отыр мен. Сол көкірегіңді көтерме. Бұл жерде көкірек болады. Сен төмен түсте, айт мен отын жарса отын жар. Ыдыс-аяқ жу дейді. Мысалы, қазір бізде жас келіндердің бәрін ыдыс-аяқ жудырады. Бұл, мен байдың қызымын, мен палау ғана істеймін, пирог қана істей аламын деме, сен пирогың керек жоқ. Пирог сатып алалар. Сен барып ыдыс-аяқ жуа бер. Сонда аруақтың жанасы бір-бірлерімен бауырмашылық осыдан olur, көтеріледі. Ештеңе етпейді. Біреу жуу керек қой, ыдыс-аяқты. Жақсы болады. Операция бүгін 11-де жасалады. Алла шипа берсін, айналайын. Дәрет алуға қиын болады. Намаздарым қаза болып қалама деп. Таяммуммен оқисыз. Таяммум деген табиғаты жынысы тастан болған.
нәрселерге, әктен болған нәрселерге, жынысы жоқ болып кетпейтін, пластмасс емес нәрселерге қолыңды, менде бар еді, қалып қойыпты. Специально тас бар мынада. О, океанның түбінен алғам тас. Сол тасты жол жүргенде салып аламын менде. Самолетта кейбір жерде дәрет ала алмайсың. Дәрет алмаған жерде таямға, тасқа қолыңды соғып, содан кейін таям, сол жатқан орында ниет қыласың, жатқан орында тұра алмайсың, операция бар, трубочкаң бар, басқа бар, Алла шипа берсін бірінші сізге. Сол жатқан орында басыңмен оқи бересің бүйтіп. Дәреттің орнына қолыңды уткаға барасыз, уткадан кейін денеңізге тас шашыратпаңыз, содан кейін сол жатқан күйде оқи бересің, намаз қалмайды. Таямды тасқа бүйтіп қолың соғасың, стена болса қабырғаға, енді краскаланған болса өтпейді, химия болмау керек. Глазурный нәрсе болмау керек. Краскаланған, сондай. Табиғи жыныс. Құм, топырақ сынды нәрсеге қолды бүйтіп соғып, соған бетіңді сүртіп, қолыңды бүйтіп сүртіп тазалап, сонымен оқи бересіз. Бірлан аға, жолымды аштыру деген осы дұрыс па дейді. Дұға қылу деген сөз, батасын алу деген сөз, кедергі деген сөз, біреудің жақсының батасын алу деген сөз, қызметін жасау деген сөз, алғысын алу деген сөз. Сол жолды ашпай ма? Біреудің батасын аласың, соған садақа бересің, саған жақсы дұғасын арнайды. Сол мұқтажға бер жол. Одан кейін жақсылықты не обязательно мешітке беру керек па? Жоқ. Адам жағдай ағайын мешітке садақа бергендер бірінші ана жағдай жоққа садым, бірінші үйде кімсің сен, ата-анаңмен қандайсың сен, осыны қой өзіңе, ағайынмен қандайсың сен, сол кезде жарасады. Жолдасымен 12 жылдан бері некедеміз, бірақ неке қидырмағанбыз. Исламда бұл қаншалықты маңызды? Қазір неке қидырсақ бола ма болады? Жаңаға айтқан тасты, көшенің бәрі мұсыр, тас. Тасты үйдің бәрін тас мұсырға жинама. Бай, қазағың бай. Алтынамай. Кәдімгі любой тас бар ғой далада, жарай береді. Любой тас. Енді бәріңіз тас көтеріп алмаңыздар. Ол ауру адамға, ол жаңағы таям соғуға басқа уақыт керек. Не көп, тас көп, топырақ көп. Не бар? Құм, құм таза. Топыраққа қолыңды бейтіп, оны бетіне жасаң, бетін бәрі бычыт болады, олай емес. Қорадағы 7 қойымызды ит мойнынан тартып өлтіріп кетіпті. Сол мал арам болып өлді ма дейді. Ит бисмилля деп бауыздаған жоқ қой. Итке не жүрмейді, ит мүкәләф емес, ақыл естірс емес. Сондықтан қасқыр бола ма, ит бола ма, домашний ит бола ма, дикий ит бола ма, арам өліксе болса, егер сен келгенде уже теңкейіп өліп жатса арам. Егер сен келгенде сойып бауыздап үлгерсең, адал болса, онда адал болады. Он жастағы қызым ракат не деп сұрайды. Мен өзім оқымаймын намаз. Қалай түсіндірсем болады? Бастапқы жеңіл қылып түсіндіріп, кітап бар ма, жолын айтсаңыз. Ракат деген тұрудан, қиямнан, яғни еңкеюден және 2 сәждеден тұрған нәрсені бір ракат дейді. Яғни тұрдыңыз, еңкейдіңіз, руку деп айтылады. 2 рет сәжде қылғаныңыз, сол бір ракат болады. Мен түшіме сықырлар керіп жүр. Сықыр. Емне сейіп? Сықыр бұ? Емне? Ларды елемем тип ортасына дефис қойыпсың да, білбей атам. Жақсы әлет атына қағып жазып қойсаңыз, оқы әлі айтып берем. Біз жолдасы менен 20 жыл ажырасып жүредік. Енді қазір бірге жасап жатырмыз. Енді қайта неке оқыту керек па?
Әңгіме қалай ажырастыңыздар сол жерде. Талағын беріп кеткен болса, онда кетті. 20 жылдан рөл ойнамайды. Бұл жерде неке. Исламда неке қидырудың маңызы қандай? Вау. Фарз. Енді ән-никаху сунна деп келеді. Енді пайғамбар менің сүннетім деп, жолым деп, енді ол сүннетке түсіп қалады деген сөз емес. Парыз. Еркек пен әйелдің ортасында неке болу парыз. Неге шақырмайды деген өкініш кетпейді менде дейді. Дұрыс. Өйткені сен адамға талап етіп жатсың. Сен адам емес, Құдайды ойласаң, аруақты ойласаң, онда сені көрме болмайды. Значит, сенің ниетің сол да, сені шақыру керек, персонально айту керек саған. Аруаққа шақырама не? Жоқ, сен атаң қазақ шақырмаған. Біреу өліп қапты, біреу ас болыпты, біреу біресе барып жәрдем берген еліміз біз. Бізде қазір шақыру керек. Жоғары мәртебелі де пригласительне. Сені шақырса, сенің байың ол ренжейді. Мен отдельно шақыру керек. Сенің күйеуің болса, менің әкеме келімін, мен отдельно шақыру керек. Значит, сенде не бар? Уже өткөру бар. Өзің орныңды белгілегің келеді. Сен орның не үшін белгілегің келеді? Сен дәлелдегің келеді. А неге дәлелдегің келеді? Өйткені сен үміт етесің. Сонда сен кімнен үміт етіп жатсың? Адамдардан. Алладан үміт ет. Сауабы соған болады. Болды. Өмір оңай болады. Мен оны бағана айтып кеттім сізге. Ажырасқанның күйеуім талақ деп айтпаған, айту міндет пе дейді, әлбетте, айту керек. Семья неке бұзылу керек қой. 40 күндік асты 10-15 күн өткізіп алса не болады? Ештеңе болмайды, қайта жақсы болады. Жеткізбей беру керек, немесе өткізіп беру керек. Алла разы болсын. 1 сағат, 2 сағаттың көлемінде кетіп қапты.